Бұл Бахашак онлайн, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте. Қазір бірінші видео сабақтан 6-шы видео сабаққа өткен осы материалдарды қайталайтын боламыз. Егер сіз қазір ғана менің видео сабақтарыма қосылсаңыз, мүмкін уайымдап отырған шығарсыз. Қалай мұнаншама иероглифті қысқа 6 видео сабақта үйренуге болады деп. Сенбесеңіз, асықпай мұқият осы қысқа 6 видео сабақты оқып шығыңыз, осының бәрін оқи аласыз, жаза аласыз, әрі айта аласыз. Енді осы 6 видео сабақты мұқият тыңдап оқып шыққан оқушыларға айтатыным, қазір осы видеоны тоқтатып қойып, мына материалдың бәрін оқып көріңіз. Біреу мүмкін 100% барлығын оқу мүмкін. Мүмкін басқа оқушылар 50%-ын ғана оқиды. Мүмкін кейбіреулер тез-тез немқұрайлы қарап, тез-тез қарап шыққандар 20%-ын ғана оқи алуы мүмкін. Оның барлығын түсінуге болады, бірақ еш уайымдамаңыз. Егер сізде нәтижеңіз 20%-дық болатын болса, еш уайымдамаңыз. Неге? Өйткені сіз өткен сабақтарды қарап, немесе жазып алсаңыз бір жерге жазғаныңызды қарап қайталап, екінші рет осы материалды оқитын кезде сіздің нәтижеңіз 20 емес, 30, 40, 50 болып, әр оқыған сайын 100-ге дейін барып көтеріледі міндетті түрде. Сол үшін мен бір видео сабақта пениндармен дұрыстап жазып түсіндіремін де, сіз байқағаныңызда келесі сабақтарда пениндарын алып тастаймын. Неге? Өйткені сіз әр қараған сайын иероглифтерді жақсылап жаттауыңыз үшін. Мысалы, көптеген кітаптарда, Қытайда басылып шыққан көбісінде кітаптың басында пениндары болады да, кітаптың соңында пениндары әлі тұрады. Бұл дұрыс емес. Неге? Өйткені оқушылар пенинді оқи бергеннен кейін жаңағы иероглифтерді қарап жаттау қабілеті дамымайды. Сол үшін тек қана иероглифтерге қарау керек. Енді осыларды бір-бірден оқып шығайық, жарай ма? Қазір қалай жасаймын? Мысалы, мына сөзді өзіңіз оқып көріңіз. Одан кейін мен айтамын, сіз әрине өз айтқаныңызды әрі менің айтқанымды салыстырып көріңіз, жарай ма? Бірдей болу керек. Бірдей болмай қалды ма, қайтадан қайталаңыз. Бірдей болғанша дейін қайталаңыз. Одан кейін сізден аудармасын сұраймын, сөйтіп өз аудармаңызды тексеретін боласыз, жарай ма? Кеттік. Өзіңіз оқып көріңіз. Енді менің нұсқамен салыстырыңыз. Ни хау. Ни хау. Мағынасы сәлем. Ал кеттік. Келесі сөйлемді оқимыз. Өзіңіз оқыңыз. Енді менің нұсқамен салыстырыңыз. Ни хау ма. Ни хау ма. Мағынасы қалың қалай. Қараңыздар, мен мұнда естеріңізде ғой, үшінші тондар қатарынан келген кезде өзгеріп кетеді деген ережелер бар, әртүрлі жағдайлар бар. Оның барлығын айтпаймын, қайталамаймын. Неге? Өйткені сол видео сабақтарды қарап, мұқият қарап алыңыздар. Біздің қазіргі мақсатымыз иероглифтерді тікелей оқып, қайталап бекіту. Кеттік. Енді бұл сұрақтың жауабы өзіңіз оқыңыз. Енді менімен. Wo hen hao. Wo hen hao. Мағынасы мен өте жақсымын. Ал кеттік. Келесі сұрақ, өзіңіз оқыңыз. Енді менің нұсқамен салыстырыңыз. Нино. Нино. Мағынасы сен ше. Мен өте жақсымын. Сен ше. Жауабы өзіңіз оқыңыз. Енді менің нұсқамен салыстырыңыз. Wo ye hen hao. Wo ye hen hao. Мағынасы мен де өте жақсымын. Қалың қалай, мен өте жақсымын. Сен ше, мен де өте жақсымын. Ал енді келесі сөзді оқыңыздар өзіңіз. Енді менің нұсқамен салыстырыңыз. Се-се. Се-се. Мағынасы рахмет. Тағы да айтамын, тондарын жақсылап қайталау үшін қай тон еді ұмытып қалсаңыз, өткен видео сабақтарды қарап қайталауыңыз жақсылап, жарай ма? Одан кейін осы видеоға келіп қайтадан қарасаңыз болады. Кеттік. Жауабы өзіңіз оқыңыз. Енді менің нұсқамен салыстырыңыз. Буйон се. Буйон се. Мағынасы түсінікті ғой. Рахмет, оқасы жоқ. Мағынасы оқасы жоқ. Ал енді келесі сөйлемді оқимыз. Өзіңіз енді менімен салыстырыңыз. Заошан хау. Заошан хау. Мағынасы қайырлы таң. Кеттік. Келесі өзіңіз. Енді мен. Ваншан хау. Ваншан хау. Мағынасы қайырлы кеш. Арғырай. Келесі өте пайдалы сұрақ. Енді оқыңыздар өзіңіз. Енді менімен. Ни жау шын ме меңзі?
你叫什么名字? Мағынасы, сенің атың кім? Енді бұл жерде әрине өзімнің жауабым, сіздер оқып көріңіз менің жауабымды. Енді менімен бірге. 我叫Бахтияр. 我叫Бахтияр. Деп осылай қайталап алдыңыздар. Тағы да қайталайым. Егер бір жерлерін ұмытпасаңыз, есіңізге түсіріп, қайтадан осы видеоны қарап, қайта-қайта оқып, менімен бірдей болғанша дейін қайта-қайта қайталаңыздар. Жарай ма? Сол кезде өте пайдалы болады. Ал енді мен қайталауды жақсы көргеннен кейін, аудармасын оқымай, бір рет барлығын оқып шығайын. Сіз де менімен қайталап, бірдей оқыңыздар. Жарай ма? Кеттік. 你好. 你好吗? 我很好. 你呢? 我也很好. 谢谢. 不用谢. 早上好. 晚上好. 你叫什么名字? 我叫Бахтияр. Міне осылай алғашқы 6 видео сабақтың материалын қайталап бекітіп қойдық. Сіздерге ұнап жатыр деген үміттемін. Міндетті түрде практика жасауды ұмытпаңыздар. Бір-бірлеріңізге жазыңыздар, немесе бізге жазыңыздар, аудио хабарламаларыңызды жіберіңіздер, жақсылап қарап тексеріп береміз. Бұл Бахашак онлайн, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте.